Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен ерекше мерекелердің бірі туған күн кешіне арналған өте оңай дайындалатын торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз формамызды дайындап аламыз. Формамызды фольгамен қаптап шығатын боламыз. Мен 2 слой қылып қаптадым, өйткені біздің ішінде сұйықтығымыз ағып кетпеу қажет. Дәл осылай алдын ала қаптап алдым. Құрамына керекті заттардың бәрі міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. Ең алдымен қантымыз бен жұмыртқамызды миксердің көмегімен аппақ түске келгенше араластырып аламыз. Оның үстіне сүтімізді, сұйық майымызды құйып, миксердің 1 деген жылдамдығында шамалы араластырып аламыз. Енді бізге миксердің қажеті жоқ. Құрғақ қоспаларымызды силиконды күрекшенің көмегімен араластырып отыратын боламыз. Құрғақ қоспаларымызды бірден қосып жібермейміз, 2-3 бөлікке бөліп араластырамыз. Мінекей дайын болды. Енді біз формамызға құйып, қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Мінекей піскен бисквитімізді әбден салқын қылып суытып, бетіндегі жұқа қабығын алып тастап, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Менде дәл осындай 3 бөлік болып шықты. Енді кремін дайындаймыз. Креміне електен өткізілген қант ұнтағы мен творожный сырды алдын ала миксерлеп, оның үстіне сливкімізді құйып, дәл осындай қою крем дайын болады. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Тортымызды жинап, салқын жерге 2 сағатқа қалдырамыз. 2 сағаттан кейін алып, тортымызды қаптауға болады. Егер бірден қаптасаңыздар, торттың сыртындағылар сынып кетуі мүмкін. Сол себепті тортымызды кремін сіңгенше тоңазытқышта сақтаймыз. Тортымызды текстеп шығатын боламыз. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Достар, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Құрамына аз ғана зат кетеді. Мінекей осылай қаптап болғаннан кейін туған күн иесіне немесе тілек жазсаңыздар болады. Мен шоколадты водяной ваняда ертіп, дәл осылай жазып шықтым. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Мінекей достар, өте биік әрі дәмді ерекше торт дайын болды. Дәл осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.